Қайырлы күн, құрметті отандастар, құрметті замандастар, барлықтарыңызға мен Үміткүл Ыбырайымқызы, жасым 47-де, қазіргі таңда интернет арқылы үйде отырып табыс табатын, үйінде отырып кішкентай балаға қарап отырған декреттегі аналарға, жаңағы зейнетақы жасына шығып, кәдімгі жұмыс істеуге қабілетсіз адамдарға, енді мен өзім де қазіргі таңда осы үйде отырып табыс тауып жатырған жандарға жатамын. Сондықтан қарапайым интернет арқылы табыс тапқысы келетін отандастарымызға арнап осы видеоны түсіріп отырмын. Бірінші кезекте өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай осы соңғы видео түсіріп жүріп, қазіргі таңда осы бір шапканы басымнан тастамай жүрмін. Не үшін? Себебі осы платформаның арқасында өмірімде көрмеген Дубай қаласын көріп келдім. Енді ондай мүмкіндіктерді жаңағы біз көре бермейміз, біле бермейміз. Ақшамыз жоқ, кредит төлейміз, ана қарызды жабайық, мына қарызды жабайық деп біз өзімізді до шектеп тастағанбыз. Жаңағы мысалы қайттан қайталап айтамын, осылай видео түсіріп отырып, осыны арқамда мына бір визуализация жасап, мен өзім шынымды айтайын, визуализация жасаймын деген менің жоспарымда болған жоқ, бірақ енді қосып қоятынмын. Кеше енді Дубай қаласына барып келіп, қайтадан келіп осы зумды қосып қалған кезде, осыған барып келгеніме өзім ішімнен қуанып кеттім. Визуализация жұмыс жасады ғой деп. Сондықтан құрметті замандастар, егер сіздерге менің видеом ұнап, өздеріңіз менімен бірге табыс тапқыларыңыз келіп, осындай әрекеттерді түсініп, өздеріңіз көріп жатсаңыздар, өздеріңіздің тараптарыңыздан менің каналымды ары қарай Қазақстан нарығына, қазақстандықтарға, қазақ тілді аудитория дамуына үлестеріңізді қосып кеп жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Мен дәл қазір сіздерге өзімнің каналымды таныстырып кетейін. Күннен күнге осылай бір адамнан қосылып отырады. Бастапқысы жаман емес. Үміткүл Ыбырайымқызы, аты жөнім жоғарыда айтып кеттім. 47 жастамын. Өзімнің замандастарымды, болашақ пенсионерлерді қазірден бастап өзінің пенсиясын тек қана теңгеде емес, криптовалютада жинауына үлес қосқым кеп, криптовалютаның құндылығын түсіндіргім кеп, қазіргі таңда осы видеоны сіздерге түсіріп отырғанның бірден бір себебі, жаңадан біздің интернет әлеміне кіріп келе жатырған, биржаларға жаңадан шығайын деп жатырған жаңа PLC Ultima монетаның біздің назарымызға ұсынып отырған туралы, ол монетаның құндылығын, қандай мүмкіндігі бар, болашақтағы стратегиялық жоспары қарай, стратегиялық жоспарлары қалай екенін қазақ аудиториясына түсіндіргім кеп, қазіргі таңда осы видеоны түсіріп отырмын. Егер сіз бұл каналға бұрын соңды тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуге әрекет жасаңыз. Ал енді осындай мүмкіндікті өзіңіз сияқты қарапайым қазақтың қыз жігіттері көрсін, болашақ пенсионерлері қазірден бастап осы платформаның мүмкіндігін жіберіп алмасын деген ниетте болсаңыз, поделиться кнопкасын басып, өзіңіз сияқты қарапайым отандастарымызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Міндетті түрде келесі видеоларда осы платформадан тапқан табыстарымызбен, платформаның құндылықтарын, өзім де CoinSbet биржасын енді үйренейін деп отырмын. Сол биржадағы өзімнің жаңағы алғашқы тай басқан шақтарыммен, қадамдарыммен бөлісетін боламын. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, себебі менің бар мақсатым өзім сияқты майлығын шайлығына жеткіземей жүрген отандастарымызға осындай мүмкіндіктерді көрсету, үйренгісі келетін адамдарға үйрету, түсінгісі келетін адамдарға түсіндіру, ары қарай осы платформаны жалпы отандастарымызға жарнамалай отырып қосымша тапқысы келетіндерге сондай мүмкіндіктердің көзін көрсету, үйрету, ұзын сөздің қысқасы, үйде отырып интернет арқылы бизнестің көзін ашу, көрсету, үйрету. Қазіргі таңда мен сіздерге реклама жасап отырған компания PLC Ultima деген өзінің монетасымен, өзінің кошелегімен, ары қарай PLC Ultima деген монетаны ары қарай жылына 720% көбейтіп алатын ниеттеріңіз болса, PLC Ultima Farm жаңағы площадкасы арқылы сіз CoinSbet биржасынан, CoinSbet биржасы 2018-ден бастап Америка нарығындағы, қазіргі таңда интернет нарығындағы ең жаңағы алғашқы бірегей жаңағы алпауыт биржаларға жатады. Қазіргі таңда
биржалардың өзі, міне мен сіздерге көрсетіп кете салайын, виза және мастер карточкаларын қабылдап жатыр. P2B переводтар деп айтамыз. P2B перевод деген мен биржаның қолданушысы, тағы да биржаның қолданушыларына бір-бірімізге ақшамызды аудара аламыз. Одан кейін қазіргі таңда биржалардың барлығы жаңағы криптовалюталарға заморозкеге қою арқылы біріншіден, екіншіден жаңағы стейкинг пул беріп жатыр екен, стейкинг қосып жатыр екен. Осындай мүмкіндіктердің бірі ретінде мен сіздерге бүгінгі күннен бастап PLC Ultima монетасын Platin Coin платформасы шығарып, осы монетаны осы биржаға шығару арқылы ары қарай ол биржадан алған монетаңызды PLC Farm платформасына қосу арқылы одан да ары қарай еселеп алатындарыңыз туралы ақпаратты айту мақсатында қазіргі таңда осы бір видеоны түсіріп отырмын. Менің мақсатым PLC Ultima монетаны өзіміздің қазақ аудиториясына кеңінен түсіндіру. Жоғарыда айтып кеткенімдей, Platin Coin платформасы алдыңғы өзінің PLC криптовалютасымен, Platin Coin криптовалютасымен нарықта 2018-ден бастап, 17-ден бастап жұмыс жасап жатыр. Биылғы жылы 5 жылдық мерейтойын атап өтті кеше Дубай қаласында. Қазіргі таңда бүгіннен бастап PLC Ultima деген жаңа криптовалютаны шығарып жатыр. Мақсаты криптовалютаны жалпы мына жерде именно PLC Ultimaның стратегиялық жоспарымен сіздерге қысқаша қазақ тілді аудиторияға қазақша ақпаратпен сіздерге түсінікті болу үшін қазір арасындағы керекті деген ақпараттарды өздеріңізге жеткізетін боламын. Өздеріңізге белгілі болғандай, енді біреулер криптовалюта нарығын түсінеді, біреулер түсінбейді. Мен сіздерге айтатыным, құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар, құрметті болашақ бизнес әріптестер, криптовалюта нарығы біздің болашағымыздың жарқын болуына үлкен өзінің үлесін қосуда. Блокчейн технологиясы қазіргі таңда цифровой активтің негізінде блокчейн технология аясында біраз проектлар, біраз салада қазіргі таңда күшті дамып жатыр. Дәл қазіргі таңда мына биткоин барлық криптовалютаның, енді барлық криптовалюталар осы биткоинға қарап жаңағы әрекет жасап, биткоин өссе өсіп, түссе түсіп жатырған болатын болса, қазіргі таңда жаңадан шығып жатырған Platin Coin платформасының PLC Ultima монетасы как раз осы биткоинға жаңағы биткоиннің жасап жатырған стратегиясын көшіріп алмай, өз алдына өзі жаңағы ведущий криптовалюта деп айтамыз, алғашқы топ криптовалюта болу мақсатында қазіргі таңда өзінің жаңа нарығын ашып отыр. Жаңа нарығы деген сөз платформа, Platin Coin платформасы дәл қазіргі таңда PLC Ultima деген монетаны бар жоғы 50.000 штук монета шығарайын деп отыр. Мысалы, мен дәл қазір сіздерге мына ручканы басынан аяғына дейін 50.000 монетадағы эмиссиядағы криптовалюта PLC Ultima деп елестетіңіздер. 6 декабрь мен 14 декабрь арасында осы CoinsBit биржасына сатылады. CoinsBit биржасы туралы жоғарыда ақпарат айтып кеттім, қандай биржа екен, сатылатын болып шығады нарыққа. Енді қараңыз, CoinsBit биржасында 50.000 монета осы аралықта өтіп кетсе, нұр үстіне нұр, өтпесе, мысалы қанша өтеді? 40.000 монетасы өте ма? Значит, ар жағындағы 10.000 монетаны платформа система сжигания деп айтамыз, жойылу жүйесі арқылы 10.000 монетаны жойып жібереді, мүлдем системадан алып тастайды. Ол деген сөз 50.000 монета нарыққа старт болып шығады, бастау алып, ары қарай оның нарық қаншасын сатып алады, соншасы ғана нарықта қалып, қалғанын жойылу системасы арқылы платформадан жойып жібереді. Енді ары қарай сіз ол монетаны сатып алғаннан кейін, тағы да мен өткен видеоларда түсіріп кеттім, тағы да дәл қазір қайтарып жіберейін. Сіз өзіңіздің монетаңызды, мысалы, сіз криптовалютаның құндылығын түсінесіз, кошелектің құндылығын түсінесіз, PLC Ultima деген кошелекті Play Market арқылы, мысалы, Play Market арқылы, болмаса App Store арқылы өзіңізге жүктеп аласыз. Мысалы, мына жерде Play Market пен App Store мен келісім шартқа отырып, осындай продуктыны, өнімді Google мен Play Market арқылы сатып алу дегеннің өзі де үлкен тексерістерден өткенін білдіреді. Құрметті бизнес әріптестер, оны да айта кетейін. Google да, App Store да онша-мұнша
халыққа пайдасыз өнімдерді әрине шығармайды. Сондықтан бұл жерге де міндетті түрде акцент қойып түсінуге әрекет жасаңыздар. Менің мақсатым сіздерге осы PLC Ultima монетаның құндылығын дұрыстап түсіндіріп жеткізу, плюс еще ол монетаны қай жерге сақтай алатындарыңыз туралы қазір ақпарат айтып жатырмын. Бұл деген сөз, сіз монетаны CoinsBit биржадан сатып алдыңыз да, ары қарай Ultima Wallet кошелекқа салып, монетаңызды ұстап отырдыңыз деген сөз. Мысалы, мен сіздерге, құрметті бизнес әріптестер, тағы бір ақпарат айтып кете салайын. Қазіргі таңда биткоин жаңағы криптовалютасының өзі қазіргі таңда жаңағы мынау 2013 жылдан бастап өсімді салыстырмалы түрде көрсете салайын. 2010-нан бастап биткоин криптовалютасы тек қана кошелегінде ұстап отырған адамдар міне осынша аралықта 11 жыл аралығында қанша есе көбейтіп алды, өздеріңіз көріп отырсыздар, қанша еселеп алды. Енді құрметті бизнес әріптестер, өздеріңіз елестетіңіздер. Біз PLC Ultima монетасын, криптовалютасын кошелекте ұстап отырғанның өзінде осылай жаңағы жоғарыда көрсетіп кеткендей биткоин сияқты еселеп алатын мүмкіндіктің алдында тұрмыз. Біріншіден, екіншіден, тағы да атап өткім келеді, биткоин криптовалютасы экономика саласына енді байланыстырып жатыр. Ал енді PLC Ultima монетасын экономика саласына шыға салысымен байланыстырып жатыр. Ол деген сөз, сіз Ultima монетаны кошелекқа салып, ары қарай өзіңізге керек тауарды, қызмет түрін осы монетаны пайдалану арқылы қол жеткізе аласыз деп айтқым келеді. Енді қараңыз, сіз ол монетаны алып кошелекқа салдыңыз, олай да ұстап отырсаңыз болады. Болмасам PLC Ultima Farm деген платформаға салып, ферманы сатып ала отырып, бір жылға монетаңызды заморозкеге қою арқылы жылына 720% монетада табыс. Болмасам айына 60% монетада негізгі өзіңіздің депозитіңіз заморозкеде тұрады, қатып тұрады, кошелекте қозғалыссыз, үстіне түскен 60% пайданы моментально сол мезетте CoinsBit биржасына шығарып, CoinsBit биржасындағы тұтынушыларға сата аласыз. Ол деген сөз, сіздің монетаңыз сіздің өзіңізге сразу же табыс келтіреді. Жаңағы монетаны тапқан табысыңызды CoinsBit биржасына шығара отырып, ары қарай табысыңызды еселей аласыз дегенді білдіреді. Сондықтан, құрметті экранның ар жағындағы бизнес әріптестер, бірегей монетаның өздеріңізге ұсынып отырған мүмкіндігін пайдаланыңыздар. Қосымша монетаның жаңа стратегиялық жоспары туралы кезекті видеоны бөлек түсіретін боламын. Сондықтан, егер сізге бұл туралы ақпарат өте қызықты болса, келесі видеоны міндетті түрде көруге әрекет жасаңыз. Себебі бұл видео именно жаңағы бұл ақпарат платформаның құндылығын түсінген адам ғана бұл ақпаратты іздейтін болады. Сондықтан, егер сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Өзіңіздің түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыз. Өзім туралы ақпаратты міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Экранның ар жағындағы отырған замандастар, барлығы өз қолдарыңызда. Болашақ бүгіннен басталады. Мен айтпай, өздеріңіз де білесіздер. Қазірден бастап дұрыс бағытты таңдап, дұрыс бағытта жұмыс жасасаңыз, өзіңіздің капиталыңызды қазірден бастап жинақтап аласыздар. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, құрметті замандастар.